Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай сүзбелі бәліш әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге тоңазытқыштан шығарылған сары май және де ұнымыз және қамыр қопсытқышымыз қажет болады. Осылардың барлығын жақсылап қолымызбен езгілейтін боламыз. Бізде песочный тесто шығатын болады. Сондықтан қамырымыз үгітілмелі болуы қажет. Осылай үгітілмелі болып шыққаны жақсы. Содан соң бөлек ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Сол араласқан жұмыртқамыз бен қантымызды жаңағы үгітілмелі қамырымызға құятын боламыз. Басқа ештеңе салмаймыз, тек қана осыны салып, жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Біздің қамырымыз керемет болып шығады. Қолға кішкене жабысқақ болады, ол сондай болуы қажет. Оған артық ештеңе қоспайсыз. Тоңазытқышқа 20 минутқа салып аламыз. Ал қамырымыз тоңазытқышта тұрған кезде салмамызды әзірлеп аламыз. Соған осылай қаймақ және де сүзбемізді саламыз. Мен ішінде изюммен қосқан болатынмын, және де бетіне де изюм саламын. Сіздер өздеріңізге изюмсіз де сала берулеріңізге болады. Содан соң қантымызды, жұмыртқамызды салатын боламыз. Содан кейін қалауыңызша ванильді сахар немесе ванилин салуларыңызға да болады. Және де крахмалды да қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Мен 2 қасық крахмал салып жүрген болатынмын. Содан соң барлығын жақсылап миксерлеп алдым. Мінекей осылай салмам әзір болды. Ендігіде тоңазытқыштан жаңағы қамырымды алып табама жаятын боламын. Мінекей осылай біркелкетіп қамырымды жайып шықтым. Және де үстінен салмамды құйдым. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пешімде жаңағы 30 минуттай шамамен пісіріп алатын боламын. Және де мен бетіне осылай изюмдар салған болатынмын. Ол ондай маңызды емес. Өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыздар да болады. Немесе басқа да жидектер салуларыңызға да болады. Мінекей бәлішіміз әзір болды. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Видео ұнап жатса, мені қолдап лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Сау болыңыз.